Рахмет аға, Алла разы болсын. Басқа имамға айтсам, сіз сияқты айтпады, үстімнен күлді дейді. Енді дұрыс түсінбеген шығар енді. Зекетке арнайы ниет керек пе, әлде жалпылама беріп жатқан көп мөлшердегі садақалар есептеле ме? Жоқ, есептелмейді. Ниет парыз. Зекеттің шартында ниет парыз. Мысалы, спонсор болсаң, басқа да жәрдем беріп жатқандардың барлығы зекетке кірмейді, егер ниет қылмасаң. Ниетіңде, берушінің ниетінде зекет болса, алушыға ниет екенін білу не обязательно. Аға, неге тоқал алатындар көбейіп кетті аға дейді. Білмеймін, сұраған жоқпын. Не көйіп кеттіңдер деп сұраған жоқпын. Енді әйел кісілер бақытты болғысы келетін шығар. Біріншіден, екіншіден, ер адамда дұрыс саясат жүргізбейтін шығар, енді көп енді. Сәлеметсіз бе аға. Көптен бері отбасым, балаларым денсаулықпен сыналып жатыр. Құдайлық мал сойып садақа беруді дұрыс жолын айтып беріңізші. Мал сойып таратудың адам ауырғанына мал виноват емес. Біріншіден, мал сойудан бұрын бір садақа хадиспен келтіріп берейінші сіздерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, күлу депті, тамақ жеңіздер депті, уашрабу депті. Су, және манат не бар, содан шай-пай соның бәрін ішіңдер депті. Киініңіздер депті. Одан кейін садақа беріңіздер депті. Садақада уала тусрифу, садақада ысырап етпеңдер депті. Сөйтсе сахабалар сұрапты, о Алланың елшісі, киім кигенде ысырап болатын шығар депті. Енді бір киім үстіне бір ала беріп, лақтыра беріп, біреуін кимей, біреуін лақтыра берсең, ысырап шығар, түсінікті депті. Тамақ ішкенде жарылғанша ішіп, немесе ішкен тамақты толық жемей төгіп тастарсаң, ысырап болатын шығар депті. Су ішкенде төгіп шашсаң, ысырап шығар, түсінікті депті. Бұл садақада ысырап бола ма депті. Сөйтсе ысырап болады депті. Орынсыз берілген нәрсе ысырап деген екен. Орынсыз берілген нәрсе ысырап деген екен. Одан кейін, қой соя берсең, ауру жеңілдей береді деген сөз кішкене қате. Садақа бәлені, ауруды қайтарады қашан? Алдын ала. Алдын ала. Қазақ айтпай ма? Сауыңда садақа бер дейді. Ауырғанда демейді. Мүшелге келгенде демейді. Мүшелге келіп өтамай бұқсауат етіп, ары бұрып, бері бұрып, балаң бір бәлеге душар болып, өзің бір бәледен қалып, содан кейін ойбай мен мүшелде екенмін, садақа берейін деген дұрыс емес. Алдын ала беріңіздер. Алдын ала жасаңыздар. Ал енді ауру кеп қалған екен, енді не істеймін? Өзі ауырған кезде қой 70 мың теңге тұрады, жақсы қой. Минимальный айтып отырмын. Сол 70 мың теңгені қарыз алып, қауғаланып, дәріге, витаминге жетпей жатқан кезде қой алып сойудың сізге қажеті жоқ. Қойдың ақшасын өзіңізге жаратыңыздар. Сол жақсы витамин алып ішіңіз. Доктормен кеңесіңіз. Доктор жақсы айтып береді сізге қандай керек екен. Енді олардың ішінде де бизнес бар, енді бірақ сөйтсе де. Әйтеуір не керек айтады. Гиппократқа ант берген оларда. Енді Құдайдан да қорқады олар. Сонда мынаны істе деп айтады. Ол олма. Одан кейін сол дәрігерге жаңағы құдай соям деген құдай соятын болсаңыз, бұл жерде екі варианты бар. Бізде кейбір жерде шикідей таратады, кейде пісіріп таратады. Екеуінің де өзінің плюсы, өзінің минусы бар. Қарап көру керек. Қой сойып құдайы беретін адам таразлап көру керек. Бірінші вариантын алайық, шикідей таратудың. Шикідей таратудың жөнінде кім жейді? Сіздің етіңізге мұқтаж ба? Содан кейін барып соятын малыңызда соятын адам дұрыс па? Мәселе осыда болады. Ал енді пісіріп тарататын болсаңыз, оны не істейсіз? Пісіріп жейтін етті кім болады сіздің үйіңізге келетін? Қонақ күту керек болады, ар жағына тағы шығын керек болады. Солардың жиналып келіп, сіздің дастарханыңызды сынап, нервіңізді көтеріп, одан бетер ауруың ауру қосып бере ма? Диван сатапсыңдар ғой. Өткенде диваның жоқ еді ғой. Ойбай, посуда алыпсыздар ғой, мынау чайник таппай ма, жоқ септермін, поделка ма, оригинал алма деп миыңды шірітіп, одан бетер давлениеңді көтеріп жынды қылғанша, лучше соны шикідей берген өзіңе жақсы болады. Плюс, енді сізге қатысты. Сол құдай беретін кездерде, туысқандар келіп алып, оларменен ұрысып тынсаң, неге қызыңды жібермейсің, неге келінді жібермейсің, естіп отырсың ғой құдай берейін деп атқанымда деп келіндерімен ұрысып, балаларымен ұрысып, ағайынның қыздарымен ұрысып, қарабет болып құдай бергенше, лучше ештеңе бермей ақ қойыңыз, сол жақсы болады. Одан да жақсысы, бізде қорлар көп.
зекет қоры бар, харекет қайырымдылық қоры бар, асаруми бар, әйтеуір не керек тола. Солардың бәрі жетім жесірге қомқорлығын жасап атқандар, жеке адам. Ана мысалы Ырысбала Икрамбай бар, қазір білмеймін беріп атқан, ана Жорабаева бар, әйтеуір көп. Солардың біреуіне Алла ризалығы үшін деп 5-10 теңгеден беріп қойсаң, солай болады. Зекетті қалай қанша береміз? Зекетті 40-тан 1-не бересіз, дүниеңіздің айналымдағы немесе 2,5% бересіз. Әркім өз дүниесін өзі есептейді. Аға, 2 қызым бар. Жолдасым өмірден өтті, иманды болсын. Енді табиғи нәрсе ғой. 2,5 жыл еркек көрмедіңіз. Содан некесіз болмайды ғой. Әлі күйеуге шықпадым. Енді жүкті болмаса әйелге зиян ғой. Денсаулыққа дейді. Бұл аналарың барлығы бірақтан өліп қалмаған. Байлары өлгеннен кейін ол да табиғат қой, енді 2 жыл болды шыдағанына деп басқа бір соседтің біреуге тиіп алып, біреумен денсаулыққа ешкім жақындаспаған шығар енді. Ол кездегі түсінікте басқаша болды әйтеуір. Біздікі сол жаққа тіреліп қалды. Жарайды. Егер сіз айтқандай болса, қарындасым, айналайын, сіз күйеуге шығуға толық құқылысыз. Ешкім сөзін тыңдамаңыз. Шынайы алам деген, сізді жар қылам деген, сізбен өмірімді ары қарай жалғайым деген адамменен өмірді жалғап, өмірі сүруге міндеттісіз және болады сізге. Толық правалысыз деген. Бірақ анда-санда кездесіп тұрайық, келіп кеп тұрайын деген барлығы арам күнә болып табылады. Жақында әкем қайтты. Өзім келе алмай жүрмін. Сіздің бір ауыз сөзіңізге тоқтаған ем былтыр. Тұрмысқа шықтым 37-де. Есіңізде ме? Лампішкені күйіп кетеді, тез тұрмысқа шық деп шығып үлгер деп едіңіз дейді. Тамаша. Лампішка күйіп кетеді, фитилің жанып кетеді айналайын. Сондықтан енді сәпсем өзі болады, өзі бір жыртыңдап бүйтіп үйкеніп келе бастайды. Соның біреуін жертван, біреуін мені ал дейсің, сонымен сені алады, сонымен бақытты боласың, өмір жалғасып кете береді. Одан да жақсысы, сонымен маған келіп неке қидырып алыңыз. Аға, мүшел аяқ басамын, қыз баласымын, садақа беру міндетті ме дейді. Мүшелге келген адам тек қана садақа берсін деген қай жерде бар. Мүшелге келген адам да, мүшелге келмеген адам да жақсылық жасап садақа береді. Садақа деген тек қана ақша беру емес. Күллі мағруфин садақа, барлық жақсы іс садақа ботам. Сен мүшелге келеді екенсің, мүшелде мүшелге жет ботам. Бірақ айналдым сол мүшеліңде енді артқа қара. Мүшелге дейін не істедің, не қойдың, қандай дұрыс нәрсе істедің, қандай бұрыс нәрсе істедің. Өміріне не жақсылық кіргіздің, қандай нәрседен өттің, соны өміріңді өзгерт. Алла сізге бір мүшел өмір берді. Ешкімге бермей қойған бір мүшелді сізге берді. Қаншама адам мүшелден ауырып, қиналып өліп кетті. Сізге Құдай берген екен. Енді сол мүшел үшін сізді қалам деген екен, жаңағы берген екен, сол өмірді өзгертіңіз. Дұға тез қабыл болу үшін не істеу керек? Көп-көп дұға жасау керек. Көп-көп дұға жасау керек. Біздікі былай, контрольны бір жасаймыз, соны артынан контрольны жасаймыз. Өзді қабыл болсын деп тұрған жоқ, сонымен қалады, жоқ. Кәдімгі есікті қағыңыз, чтобы сол есік сізге ашылсын. Ашылудың жолын жасаңыз. Сонда тез-тез қабыл. Күйеуімді де жақсы көрем. Аға пысық болмаса да біраз намаз оқымаған маған кейде күйеуімді жақсы көрем аға. Пысық болмаса да біраз намаз оқымаған маған кейде қиындау. Кішкене насихат айтыңызшы дейді. Күйеуімді жақсы көрем. Сол күйеуді жақсы көре бер. Жақсы көргенсің, жақсы көрсең, бәрі жақсы болады жан. Сол күйеуді жақсы көрмегендіктен болады. Соның жақсы көргенде біздікілер жақсы көрген шекарасын өтіп кетеді. Біздікілер басымен кетіп қалады. Жоқ, адам пенде. Құдай сияқты ешкімді көрмеңіздер. Кім болса болсын ол.
Сондықтан жақсы көріңіз. Орысша симпатия дейді, құрмет. Оның ата-анасына құрмет. Осы әрбір ісіңізге, күйеуге жасаған. Құрметті қарындастар, еріңіздің, күйеуіңіздің бір көйлегін жуып бергеніңіз үшін мыңдаған күнәңіз кешіріледі. Мейлі индезит жуса да, бош екеуі қосылып жуса да, екеуіне сауап жазылмайды, ол машинка ғой, сізге жазылады сауап. Сондықтан жақсы сөз сөйлеп, жылы сөз сөйлеп тұрыңыздар, бұйырса Құдайдан да сізге қайтады. Бір топ ойын балалары дүкенде тұрғындардың көріп, бәріне мороженое шоколадтарын көрі керегінше алдыртып, өзім төлеп бердім. Бұл ысырап садақа болмай ма? Жоқ, бұл сыйлық болады. Садақа басқа, сыйлық басқа. Хадия дейді, сыйлық деген сөз. Қазақтар хадия деп айта алмаған, біздің қазақтың тілінде кәде деген сөз бар. Біз кәдені тек қана бір үлкен кісілерге байлап қойдық. Жоқ, ол үлкен кісілерде ақша болған үшін солар беретін болған кәден. Жастар садақа кәде беремейтін болған хадия. Сондықтан сіз бен біз бір-бірімізге сыйлық жасап тұруымыз керек. Одан кейін сол мороженое әперген бала ертең саған жүгіріп келіп сәлем бермесе, сволыш, кеше саған мороженое беріп едім, амандаспадың деме. Бердіңіз, Алладан қайтады. Ең маңыздысы сол. Көрсете берші мұстқашым. Күйеуім ұрғанда қарғыс сөздерді айтқанмын. Қазір ажырастық 10 жыл болды. Енді айтқан сөздерімді қалай не істесем болады? Күйеуді қайта қосылғың кеп жүрген жоқ болса, қайтадан қосылғың кеп сол сөзіңді қайта алып, содан қосылсаң, онда жақсы болады. Егер ол уже ары қарай үйленіп сен күйеуге шығып кеткен болсаң, онда оның саған бір тиынға керегі жоқ. Оған тәуба керек енді. Астағфирулла, астағфирулла деп қой, болды. Жаным, болды. Ол кеткен нәрсеге переживать етпей қойыңыздар. Өткенде біреу айтты, бала кезде мышықты ұрып едім. Бала кезінде бала алып қойын дейді да бір. Сол мышықтан барып кешірім сұрауым керек па енді деп. Адамды ренжітсең адамнан сұрау керек қой. Мышықтан қалай сұраймын? Машка, прости деп айтқан мышық түсінбейді олар. Мышықтан сұралмайды кешірім. Сиырды тепкен болсаң, итті ұрған болсаң, одан кешірім сұралмайды. Оған тәубе керек. Барып қайтадан мороженое әперіп, чипсы әперіп, соны сайнап беріп, оған керек жоқ. Ол мышық өлді, бітті кетті. Бірақ оны ұрма, дұрыс емес. Күйеуім дін қызметкері. Бір қызбен сөйлесіп жүргенін білдім. Некесін қидырғыстылары келеді тағда. Бір-бірін сағынады екен, ойың болғандар. Сөйтіп көріп, жан дүнием құлдырады, еңсеңді көтері алсын дейді. Тоқал алғыс кеп жүрген ғой бәле. Тоқал. Сөйлесу керек. Сөйлесіп айту керек барлығын. Бірақ қатты жібермеңіз. Дауыс көтеріліп, айға шу етсе, ондағы бармаңыз. Балам қатты ауырып жатыр, қандай дұға жасаған жақсы дейді, намаз оқыңыз. Балаң жазылап бұйырса, Алла жеңілдік берсін. Өмірге желание жоқ дейді. Өмірге желание бар. Интернет көргеніңіз желание бар. Қазір мені көргеніңіз желание бар. Құдайға мың шүкір, аккаунттағы суретіңіз күшті болып тұр. Әдемі сурет тұр авада. Сондықтан желанияң бар жаным. Желанияңды намазға көтерсең, мысалы сен тамаққа желанияң жоқ, бірақ ішесің. Туалетке желанияң жоқ, бірақ необходимость, қажеттік барасың. Сол сияқты жаным өзіңді келтірсең жақсы болады, иә? Содан кейін қолың бос болса маған жазшы, мен тағы сөйлесем сенімен. Қазір мен кішкене көп ана сұрақтарға жауап бере алмай жатырмын, кешірім сұраймын. Өйткені бірнеше адамдарды жеке немізге алып едім, консультацияма ориентациясы өзгерген. Мынау лесбиянка дейміз, немесе жаңағы қазір енді түсінікті болсын голубой деп айтайын. Сондай бір жыныстылыққа мән берген бір-екі адамды азаматпен жұмыс істеп жатыр едім. Сондықтан көп сауалдарға жауап бере алмай жатырмын, кешірім сұраймын. Жекедегі сұрақтарға ше. Ұстаз, егер жолдасың үшін орамалды шешуге бола ма? Мен таққанмын, ол басқа тақпайтындарға қарап жүрсе, мысалы қысқа кигенге өздері қараса, ал бізді кигенін қаламаса дейді. Егер күйеуің жезөкшелерге, проституткаларға барса, сен проститутка боласың ба не? Күйеуін ұстап қалам деп? Қалай болады сонда? Күйеуің чолақ инвалидтерді жақсы көрсе, инвалид боласың ба сен? Күйеуің соқырлар жақсы көрсе, сонда көзіңді ағызып сен де бір көзіңді. Мен соқырлар жақсы көрем, бола ма сол? Сен орамалды, значит, Құдай үшін тақпағасың. Сен бірнеу үшін таққансың. Біреуге жақсы көріну үшін, күйеу болсын, айырмашылық. Орамалды Алла үшін тағады.
адам үшін емес. Күйеуің қарай ма, қарамай ма, басқа біреуге тиіп ала ма, ажырасып, ол сені қызықтырмайды. Саған погода жасамайды. Сіздің жүрегіңіздегі иманыңыз қарамайды. Күйеуің қарай алмаса, байын тастап кетсе, орамалды лақтырып жіберген, интернетте бір қыз жүр. Жігіт осындай болып шықса, орамалды лақтырып жіберген. Бұл Алланың сынағы болады. Сондықтан ол сол сынақтан өте алмай құлағандар бұлардың бәрі. Құдай сізді құлатпасын. Тешпе жан. Бір жерге шыққанда күйеуімнен сұрансам, енемден де сұрау шариғатта бар ма дейді. Шариғатта жоқ деп айтсам, қазір енемен қырылысып кетейін деп тұрсыңдар. Сен кім едің енді маған деп. Содан кейін енелер шықсын маған жабылып бәрі. Бар деп айтайын десем, тағы да бір нәрсе болып тұр. Құрметі бар. Құрметі бар. Аллаға шүкір, Алламен сырласып, Алладан сұрап, тек Аллаға шүкірлігімді өмірде 180 градусқа өзгеріп жатыр. Енді намазға келуге қорқып жүрмін. Әлі 180 градус өзгерген жоқ. Алла өзгерткен өмір намазға тұрғызады, намазбен жүреді, намазбен аяқталады қарындасым. Мадина жан, атың сондай күшті екен, Алла сізге нәсіп етсін. Шешім шығарарда жүректі әлде ақылды қайсын тыңдаған дұрыс? Екеуі де екі түрлі ойла. Жүректі тікелей тыңдай алмайсыз. Жүрек, қалып ол сізге подсказканы дүк-дүк деп бере ма? Береді. Ең біріншісі, әлбетте Алла тағала бізді бүкіл хайуанат әлемінен артық қылып, жақсы көріп, ақыл берді. Бірақ әркімнің ақылы ақылақ дейді. Өз ақылың, кісінің ақылы шоқалақ, өз ақылың ақылақ дейді. Ақылыңызды иманға жықсаңыз, сол екеуі сізді қосылып алып шығады. Түсінікті? Бұл кемеңіз, сіздің өміріңіз, сіз өзіңіз кемесіз. Кеме қайда жүреді? Суда жүреді. Су түсте де, өңде де ол өмір болады. Сол өмір кезеңінде ескек ұстадыңыз. Біреу ақылы санаңыз, дәстүріңіз, салтыңыз, өміріңіз, екінші дініңіз. Сол екі ескекті бірдей тарту керексіз. Мынаныкін мынаған саласыз, мынаныкін мынаған саласыз. Екеуін бірдей алып өтесіз бұйырса. Білмесеңіз, сұраңыз, ғылым иелерінен сізге кеңес береді. Кейбір орыстың түсінігі алған ағаларымыз қызметкерлермен сөйлесу западло деп жатады. Оларға қандай жауап беруге болар едіңіз дейді. Бәрлігіна бір жауап жүрмейді. Бәрлігіна мына жауап беріп, біздің көп адамдардың да, психологтардың да, діндарлардың да қателігі сол, бәрлігіна бірақ жауап береді. Ол өтпейді. Өйткені әрбір адам дара, әрбір адам индивид, әр адам жеке-жеке подходты талап етеді. Түптің түбі Алланың Құранына, кәләмін алып келеді бәрлігін, бірақ тікелей Құранды ешкім түсіне алмайды. Мен Құранды оқыдым, қазір тәңіршімін. Мен Құранды 5 рет оқыдым, қазір атеистпін деген адамдар өте көп. Неліктен? Өйткені олар дұрыс подходпен, дұрыс әліппемен келмеді. Бірден мұхитқа сүңгіген азаматтар. Біздің түсінігімізде және Алланың қаламағаны деп түсіндіреміз. Ал енді өзінің ұлтын, өзінің қарамағындағыларын, өзінен төмен санау ғайтын адамдарға әрқайсысына жеке-жеке қайырлу керек. Мейлі ол орыстықын жұтсын, сіз айтқандай басқаныкін болсын, оған Алланың сөзімен мейірімдік алып келеді. Кейбір тәкаппарланғандарға тәкаппарлықпен жауап бер деген қате болады. Тәкаппарлықтан жауап бергендерге пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям иіле білген. Бәрлігіна кекіреймеген. Кекірейетін өзінің орны болады, айтатын өзінің орны болады. Бірақ сіз оны талдай алмайсыз. Сондықтан ең жақсысы мейірімдікте қателескен жақсы болады. Шешіп үкімде оған, ол тәкаппарласа, сен тәкаппарлап ұрсып тынып біткенше, мейірімдік қылғанда жақсырақ болады. Голубойларға не айтасыз дейді. Олармен жеке сұхбат жүргіземіз, олардың мән жайын түсінеміз, айыбын табамыз, проблеманың түбін табамыз да, сол проблемамен жұмыс жасаймыз. Балам 34-те сүндетке отырған жоқпыз дейді. Кезінде жолдасым рұқсат еткен жоқ, қазір қалай болады? Балам 34-те. Енді ол сізге керек жоқ қой? Оны сізге керек жоқ енді, болды. Өзі шешіп алады жағын. 34-тегі бала енді кесеме, жалғайма өзі білетін естесін. Не аласың? Сіз күйеуіңізбен басқа жақты ойымдаңыз.
балаңыздың о жағын уайымдамай қойыңыз. Болды енді, кетті ол. Керек жоқ оны. Қазір сіздерге қажет жоқ оны. Самый главный, әйел айтып қоймаса болды, енді әйел тұрмақ, сізді әйбетін ашып жібердіңіз оны. Бүкіл Қазақстанға, әлемге. Керек жоқ енді. Сәлеметсіз бе? Тұрмыс құрған қайын сіңілім біздің үй жақтағы мектепке қызын беріп жатыр. Енем бізге айтады, бөлек тұрамын десеңдер, рұқсат дейді. Алайда бізде үй жоқ, кеңесіңіз. Күйеуің шешеді. Күйеуіңмен жақсы бол, күйеуің реттейді өзі. Күйеуің ортасында жоқсын. Күйеуіңізбен жақсы бола беріңіз, күйеуіңіз сізді алып шығады. Сіз енеңізбен, қайынсыңызбен алыспаңыз. Оларды жөніне қойыңыз, күйеуіңізбен ораталарыңыз өте жақсы болсын, жақсы болады. Аға, лазермен сүндет дұрыс па? Лазермен сүндет дегенде тұрған ештеңке жоқ. Әркімге әрқалай. Біреуге жағады, біреуге жақпайды. Барлығы түбі калкулятор ғой. 40 жастан асқан ұлым бар, әлі үйленбейді, не істеуге болады? Өзі білет. 40-тағы жігіт үлкен азамат ол, оны зорламаңыздар. Өйткені ол аманатты түсіну керек. Әйел ол аманат. Ертең біреудің қызы, ол алып келіп сізге ұрса берген, аузын жапшы деп сізге бір әйелді алып келінді әкеп береді. Содан өзі ары қарай қаңғи береді. Ана келін ары бір ай, 2 ай соңын қайта үйіне кетеді. Сонымен біреудің қызының обалына қаласыздар. Керек жоқ. 40-та бола ма, 50-де бола ма, өзі барады, өзі пісет, өзі алады. Хайыз 10 күннен жоғары келіп жатыр, намаз оқуға бола ма? Ғұсыл аласыз да намазыңызды оқисыз. Хайыздың өзінің уақытысы 3 күн менен 10 күннің ортасы. 10 күннен асатын болса, оны истихаза дейді, ауру болады да, ауру қаны деп есептеліп, ары қарай ғұсылыңызды алып, намазыңызды жалғастыра бересіз. Ассаламағалейкум. Бисмилlah. Уәли інім ешқандай жауапкершілік алмайды. Менің тұрмысқа шығуға уәли ретінде жауапкершілік алмайды. Не істеуге болады? Басқа ешкім жоқ па? Туысыңыз, бауырыңыз, ағаларыңыз, әкеңіз. Голубой болған дейді. Енді қоғам қабылдамайды ғой. Біріншіден, Алланың сені еркек қып жаратты ғой. Еркек пен еркектің даже неприятны ғой. Еркек пен еркектің өзі әлемнің өзінде бұл Лот пайғамбардың тұсында болған нәрсе. Бұл адамның барлығы жынға апарып тірей береді, жыннан да болады, жынсыз да болады. Сондықтан бұны емделу керек, бұл қаралу керек, бұл түбі ұрпаққа, елге өте қауіпті болған дүние. Мен өзімді еркекпін деп, еркек болып туылып, жоқ мен қыз екенмін деп, қыз болып туылған, жоқ мен еркек екенмін оказывается деп, сондай түсінікті өзіне қалыптастырып, сөйтіп біз аз едік деп жүріп, қазір мемлекеттік деңгейге бұлар көтеріліп кетті. Сондықтан енді анау лифтте құшақтасып сүйіскендерді айтпағанда, қызметтегі жүргендерді. Сондықтан бұл жақсы нәрсе емес. Сонымен бірге үйленбей жүргендердің түбінде, немесе ұятсыз киноларды көріп шахуатын қолымен қандырып жүргендер, немесе басқа бір нәрсе істеп жүргендердің түбі жақсылық дүние емес. Біз бұнан емделуіміз керек. Егер сондай болатын болса, Алланың қалауымен мен көмек беруге даярмын. Күйеуім туған жеңгесімен махаббат екенін көріп қатты ренжідім. Не істеу керек, қандай шешім айтасыз? Егер шын мәнінде еркек адам өзінің туған ағасының әйеліменен немесе туған келініменен жақындықта болған болса, бұлардың некелері бұзылады. Жыныстық қатынас болса, өзінің жеңгесімен, ана бір есалаң сөз бар, бір саным байымдікі, бір саным қайындікі деп. Тура сол сияқты айтып, сондай жақындық жасап, күйеуі тірі кезде істелген нәрсе некесін бұзады. Автоматты түрде бұзады. Қалай ма, қаламай ма? Сол үшін бұндай жағдайда басы ашылу керек, нақты шешілу керек. Бірақ ананың сөзіне, мынаның сөзіне ермеу керек. Еркек адамда жол бермеу керек бұндай нәрсеге. Уәли жоқ, басқа тек інім намазда, басқа бауырлар жоқ, не істеймін? Қателесесің. Қарындасым мұслима, намазда болмағандар не, саған уәли болмайды деген бұл сәләфилік ақидадағы адамдардың айтып жүргені. Бұл далбаса. Намаз оқыса да, намаз оқымаса да, арақ ішсе де, күнә істесе де, зина істесе де, бауырдың аты бауыр, ағаның аты аға. Намаз оқыған сымақтар келіп, саған уәли боламыз, сені береміз, саған ұқтишка тема, сестренка деген бәрі оттаған, былжыраған харам плюс харам дүние. Еш қашан
намаз оқыған, намаз оқымаған деп бауырларыңызды, апа қарындастарыңызды бөлмеңіздер. Намаз оқымаса да сенің бауырың, намаз оқымаған апайың туған, сенің апайың ол. Сөзін тыңдаңыздар, құрметтеңіздер. Намаз оқығандар ғана саған жақындады деген сөз надан сөз. Бұл надан сөз. Сондықтан да намаз оқысын, оқымасын, бауырдың ортасын бөлмеңіздер. Одан кейін, әке-шешең намаз оқыса да сенің әке-шешең, намаз оқымаса да атанаң. Намазды оқып оқымаса да атанаң. Арақ ішсе де әке-шешең. Соны құрметтеуге міндеттісіздер. Намаз оқымаған, сен кішкене ғана оқып бастап әке-шешең намаз оқымаған үшін оны уәлиден шығарып жіберсең қазір, ертеңгі күні не боласың жан? Сондықтан ол дұрыс нәрсе емес. Дайюстер олар әйелін қызғанбаса, сіз дайюс екеніне куәлік бере алмайсыз. Дайюстік мәселенің әрқандай қилы 8 түрі болады, мен сізге айтып берейін. Дайюстің үкімін. Біріншіден, екіншіден, дайюс болмаған адамды дайюс деп те айтылмайды. Мен айтылады, дайюс болу үшін оған 8 шарты бар. Одан кейін оның 8 түрі бар. Оның солай болмай қалса, ол адамды кәпір деп айыптаумен бірдей. Егер сондай болмаса, сіз сондай болып қаласыз. Сондықтан біреудің отбасына, біреудің шаңырағына кіруші болмаңыздар. Әр кім қара басын өзінің семьясына жауап беріп алсын, соның өзі өмірлік проблема. Түсінікті? Сондықтан жаңағы айналдым, намаз оқымаған менің уәлиім деген сөзді екінші айтпаңыз. Махыр туралы айтып жіберіңізші. Махырды мешітте басқа айтып кейін ауыстыруға болады ма? Махыр қазақтың қалың малы. Махыр қазақтың құдалардың ортасындағы сыйлығы, бір-біріне берген дүниесі. Қазір 4 кітапты оқып алып, немесе ақыл айтқыш болып, қазақтың қалың малы мәһір емес деп жүргендер. Қазақтың ол талай айтқанбыз. Біздің ұлтымыздың егер мәһірі берілмеген болса, бәрін ойнастың баласы болып кетеміз біз. Сол үшін олай айтпаңыздар. Қазақтың салты, шариғатты 100% жабады. Бұл бір. Екіншісі, мәһірді әйел адамға тезірек, егер мүлде сыйлық берілмесе, қыз балаға сыйлық берілу керек. Ол қыздың өзіне жұмсалады. Анау байым өліп қалса, ертең, сен өлімде емес, өмірде өлесеш. Байың өле ме, сен өлесің ба, Құдай біледі әлі. Өткенде бір қыз қоймайды, егер мен өліп қалса, байым өліп қалса, мен соған өмір сүремін деп. Сен заранее дайындап жүрсің бе, өлтірем бақсын, жүрегін жарып өлтірем деп. Құдай біледі ғой, ол өліп қалса, сен өліп қалатын шығарсың, майқарыңа жете алмай. Сондықтан олай емес. Мәһір берілмей қалса, неке бола ма? Неке болады. Вообще махыр берілмеді. Ақша ештеңе берілмеді. Сөйтті де үйленіп алды. Неке бола ма? Неке шарты болады. Әйел адам неке махыр алғанша тек қана мойын ұсынбау үкімі қолында болады, бірақ неке бұзылмайды одан. Мен жазған менің інім уәли. Басқа ешкім жоқ, ол мені намаз оқымайды демедім деп бөлмеді. Ініңнің басқа мамаңның бауырлары бар, әкеңнің бауырлары бар, қызым. Егер сен круглый сирота, ешкімің жоқ,інің екеуің ақ болса,інің жауапсыздық алмаса, онда туыстарыңды іздейсің, жақынырақ. Махрам деп айтылған туыстар саған уәлилікке өтеді. Егер жақын туыс ешкім болмаса, детдомның қызы болсаң, егер мүлде ешкім болмаса, ары қарай көрерсің. Түсінбей кешірім сұрайын. Інімнің балалары туған, інімнің балалары маған үйіп намаз оқыса бола ма? Әйел адам ешкімге үймайды. Әйел адам ешкімге үймайды әйелге. Олар жеке оқиды. Аллаға нәзір тағайындап едім, Құранға түсемін деп, енді сол қиын болып жатыр дейді. Түсесің, түспесең күнәлі боласың. Түс. Ойыншық па не? Ешкімің жоқ па не, қарындасым сонда? Махырден бас кешуге бола ма? Болады. Кеше аласың. Отказ бере алады әйел адам. Маған керек жоқ. Махыр алам деп, бақсыңа бақыр келіп қалайын деп атса, қояйын алайын. Кеше салдым бейсал болды. Басын әуледен, аш пәледен қаш пәле. Менің күйеуім 2 рет некеге тұрып алып та, сонда менімен некесі не болды дейді? 3-ші болды. Еркек адам 4 некеге алады. Сен 3-шісі боласың. Бірақ жақсы емес. Жақсы нәрсе емес. Аға, баламның атын ауыстырып, азан шақырып қойсам бола ма?
Алдын олай қойылмаған еді. ЗАГСпен үйлендік, неке қиылмады. Атын ауыстыру үшін тек қана иғлан қылады, жария береді. Азан айтылмайды қайтадан. Баланың аты, мысалы айтайық, сентябрь-октябрь болып қойылып кеткен болса, сол сентябрь-октябрьді өзгертіп, қазақшылап қыркүйек пен қазан деп өзгертетін болсаң, азанды айтудың керегі жоқ, жариялап қояды. Бүгіннен бастап сентябрьдің аты октябрь болды, октябрьдің аты қыркүйек болды деп айтып қояды, қазақшалап болды, жетеді сол. Азан қайта айтылмайды. Ал мен отказ берген мақырды, бәле болған көп болын сонысы бір кольцо 50 000 дейді. Дұрыс қағаз. Сізге неке қидыруға келіп едік, тіркеле беріңіздер. Ғұсыл дәретпен намаз оқуға бола ма дейді. Өзі ғұсылмен оқылады ғой намаз. Ғұсыл алып тұрып дәретті алмаса, ғұсылы болып тұрып, сол ғұсылдан кейін алса, жуылса, намаз өтіп кете береді. Дәрет өтіп кете береді. Жеке дәрет алмаса да, ғұсыл дәретке өте береді. Даже баняға шомылып та, дәрет алмастан оқи берсе, намаз өте береді бізде. Күйеуің күнде сыра ішеді, оны қалай қойдыртсам болады? Намазға тұрыңыз. Мүлде азан айтылмаса, ештеңе етпейді. Мүлде балаға азан айтылмаса, азан айтудың керегі жоқ. Жұма намазға барған кезде, молда азан айтады мешітте. Соған құлағыңды бүйтіп қойса, мына жақтан кіреді, мына жақтан шығып кетеді, болды. Бола береді сол. Азан естісе болды. Азан айтудағы ең бірінші мақсат не? Баланың құлағына кірген ең бірінші сөз Алла сөз болсын деген сөз. Жаратқанға айтылған шүкіршілік, Алланы тану сөзі болсын деген сөз ғана. Сол үшін максимально